ауа жетпей жатыр. Жөтеліп қатты кетті. Қазір әрең ұстап жатыр. Ішім алып кетті уже. Қалай жазыламыз құрса, не істеу керек, дәріден шабын алдық қой. Ал қыздарыңыздың жағдай осындай. Көбі сұрап жатыр Зухра қалай деп. Кішкене ауырып жатыр. Мен бірдеңе дейін ба, ана елдердің әйелдері бар ғой, босанғаннан кейін красавица болып жатады ғой, видеоға түсіп. Макияжбен ба? Сонда мен сорлы әбіріп, түрім қашып, бетім ісіп, түрім білмеймін, бір бабай сияқты болып тұрмын. Жоқ, әдемі болып отырсың. Жоқ, қайтып жиналып әдем болып кетеді да. Мен ісіген жерім бәрі ісіп, ауырған жерім бәрі ауырып, ана запчастьтарым шашылып жатыр ғой. Жинай алмай отырмын ғой, ауырып. Мысалы, қыздарыңызға келдім, жағдай жақсы, Аллаға шүкір. Бөпеміздің де жағдайы жақсы, тәтті болып ұйықтап жатыр. Сол мамам қасында бүгін, 2 күн мамам болады, ертең бұйыртса выписка бізде, ертең роддомнан дүркіретіп тұрып, Құдай қаласа балапанымызды шығарып аламыз ұлымызды. Сосын үйде өзіміздің қасымызда, өзіміздің қарауымызда болады, Алла қаласа. Сол балапанымыз өмірге келді, енді жаңа өмір басталды бізде, отбасылық баламен өмір басталды. Ол мүлдем бөлек дүние сияқты, сондықтан да бүкіл отбасылық өмірдегі баламызбен болып жатқан дүниені сіздерге көрсетіп отырамыз. Қызық қой ол, иә, жан? Иә. Енді шошып кетпесін. Екеуміз бар ғой, тентіреп не істеп жүрдейсіздер мына коридорда. Интернет жоқ, неге шыға алмаймын, инстаграмға шыға алмаймын. Сонымен өстіп тентіреп Wi-Fi іздеп жүрміз. Wi-Fi дегенде сеть ұстайтын жер осы жер екен, су екен бірақ. Иә, сол интернетке жаңағы жалпы әлеуметтік желіге неге шыға алмай жатыр деп уайымдап қалмаңыздар. Мына жерде сеть ұстамайды достар, солай. В общем, біздің үйде ажиотаж. Мына күйеу балам отыр. В общем, қол дейтін, в общем, дрель, короче. Күйеу балам екеуміз комод құрастырып жатырмыз, детский комод, пеленальный столигімен. Мебельшік емес, біз енді иітіп екеуміз құрастырып бірдеңе жасап жатырмыз. Ертеңге қызу дайындық сол. Ұйқы жоқ. Дайындаламыз ертеңге, Алла қаласа. Иә, күйеу балам? Күйеу балам болмаса қимап қойнап тұрмын ғой мен. Ал енді біз қайдамыз? Қараңыздар, қала полный көрінеді. Осындай керемет үйлер, таза ауа, ауласы да керемет. Қой демалайық біз енді. Шүкір. Достарымызбен жиналып бас қосып әңгіме айтып демалайын деп жатырық. Жаным. Өзі қыздарға жақын абайда. Жігер. Ұялып қалды ғой. Жаным. Ялған маған саған ба, яты қатты барды. Жігерім. Короче, ішім пысып кетті да, сіздермен әңгіме айтқым келіп жатыр. Түнгі сағат 3. Біз бүгін демалып жатырмыз достарымызбен. И, в общем, бүгін туған күнге бардым. Сөйтсем дресс-код деген кәдімгідей яркий цвет киімдер екен да. А мен черный болып бара салғам ғой. Қарамағам ғой. Даже қарасам да ондай киім таппайтын едім, өйткені қазір киім сыймай қалған. Сәл салмақ қосып алғам. Ішім жібермейді киімдер, короче. Бұйырса осылай босанам деп ойланып жатырмын. Өйткені менде кесарево болғаннан кейін бәрібір плановый кесарево жасайды ғой. Датасын белгілеп деген сияқты. Бұйырса 11 күні УЗИға барам, 13 күні операция жасайтын адамға барам. Сонымен 13 күні нақты жауабын айтатын шығар деп үміттеніп, сол кезде сіздермен обязательно бөлісетін боламын. Негізі өзім мұжып, өзімнің әңгімемді айтып отырған жақтырмаймын да, бірақ кейбір адамдар солай бөлісіп отырған жақсы көреді. Сол үшін бұл стористар арнайы сол кісілерге мен тыңдайтын деп па. Сонымен ертең выпускаға барамыз. Бүгін сәл шаршап қалдым, еще қазір менде қарным тойса бір нәрсе жейсің ғой. Қарным тойған кезде ішім прям тұрысып қалады ғой. Сөйтіп демаламай отырам, ух деп. Ал ештеңке жемеген кезде, қарным ашып тұрған кезде спокойно жүрем. Еще қарным ашып тұрса, тоже бір жағынан жаман. В общем, сондай. Менде қазір беременность осындай өтіп жатыр. Осы беременностьта
бір қуанатыным ешқандай да угроза болған жоқ, шүкір Аллаға. Больницаға жатқан жоқпын. Андай спокойно болып жүрмін ше. Күйеуім менде ұрыспай деген сияқты. Көз тимесін. Тым дәм жоқ. Монша да моншырыз, Тәжбалды халлеймен. Сосын, Потом жоқ, болды, нормально бәрі. Роза кетті. ана машинаны қаншаға жалдадың? Жалдаған жоқ, мей, Алматыда бар ғой абыройменде. Ты что, Братандарың ма? Молодец. Диана үйіне апарып тастадық. Өзіме үйіме қайттым да, эфир кірдім да, сол кафенің ақшасын шығарып алдым, бірақ сол кезде, бірақ анан. Молодец, әйтеуір. Бля, халық әйтеуір көмектесіп отыр саған, аха. Сол эфирде отқанда бір $100 істедім, шамалы. Потом үйге бардым, тағы бір $100 істедім да, $200 кафенің ақшасы шықты полный бәрі. Ошы мен не минус факты жоқ Сапон негізі. Сбор не істеп жүрген жоқсың ба? Не істеп жүрген жоқсың ба? Істеп жүрген жоқсың ба? Аз болсын мен қазір. Ауылда бір братан, кәдімгі ойлашы, ауылда көрші братаным бар еді ғой, кәдімгі қаншашыншы жылы, 78-ші жылы. Мынандай еді, негізі бар ғой, денсаулық деген масқара екен. Жүрегін не салып тастады, батарейка. Прикинь, мен шокпын ғой ананы көріп. Енді инстаграмға неге салып жатыр екен. Білмеймін, қалай не істейді оны, тиктоктан қалай не істейді оны, қасына отырып істеу керек па? Негізі керек қой денсаулық негізі, бля. Қиын, бля, жүрегіне батарейка қойып тастады. Құдай ұстасын. Ана ерке қыз не істеп жүр өзі? Ерке қызбен көріп. Ой, нап, айта берді, соған бір қаштың ба, соған бір шеш. Че, сөйлеспейсің ба мен? Нап, айта берсін маған. Сөйлеспеймін, не вообще. Сен толып кеткенсің ба? Енді семірем ғой, ақша жеп отырып халықтың ақшасын семірем. Диана да кішкене толып кеткен ба, я? Я не знаю. Я не знаю. Первый поцелуй болды ма? Жоқ ғой, қуасың ба, өзі ағасына мені әрең сұрап алдым ғой, шығарыңызшы. Ана көзің аштың бәрі не болып кеткен, бер жақындашы, бля, не болып кеткенсің? Ораза ұстапсың ба? Я, аузын беріп қой. Барсаш. Так, енді Алматыдасың ба сен? Жоқ, үйдем. Ауыз ашайық та, бір ауыз ашып берейін аузын, ораза, ифтарға шақырайын. Иттермен қалай болады екен ауыз ашқан? Мен көрсейші сол иттермен, саған көрсетейін. Сен де сонда сүйек жейсің ба сонда? Сүйек көп жейсің ба сонда? Не жейсің сен? Көресің, жотам, келесің ба? Мен қазір Алматыға барайын да, потом хабарласамыз. Давай, кеш Алматы. Не өзім шақырайын, не... Қасыңа адам әкелу жоқ, бір кеп, анау бүкіл немен кебе, адамдармен кебе. Міне, мен саған айтайын. Жабылып кетіп, ондай болмасын. Далбайып, мен саған ешқашан жабылған емес. Уаллахи айтайын, жалғыз өзім ғана ғой. Өзің кел, қасыңа кел, мысалы Шерхан, Мерхан, Ақботан әкеме қасың маған. Далбайып Шерхан мен Ботан қатысын. Жоқ, негізі әкеме оның бәрін.